Так, кеттік. Бірінші есеп оңай. Мына жақта бірінші шығарып аламыз. Мына жақта бірінші шығарып аламыз. 15 көбейту 5-тен 2 болады. Бірінші бұрыс бөлшек айналдырып көбейту айналдыра саламыз. Мынаны бірден мен ана жаққа жібере саламын. Егер екі сан бөлініп тұрса, екінші санды жіберген кезде ол көбейту болып келеді. Просто 3-тен 25 деп бірден бұрыс бөлшек айналдырып аламын. Енді қысқартамыз. Мына екеуі қысқарады. 3 болады. 3 мен 3 қысқарады. Сонда x бізде тең 50-ге болып тұр. X 50-ге тең деп жауабын 50 деп белгілесек, қанша болады? Өйткені бізде айтып тұр. Оны теңдеуінің түбірін тауып, оны 2-ге бөліңіз деп тұр. 50-ді 2-ге бөлу керек. Сонда бізде жауап 25 болады. Екінші есеп. Екінші есепте мына бір сан берілген. Сол санды 9-ға қалдықсыз бөліну үшін жұлдызшаның орнына қандай цифр қою керек дейді. Бізде әр санға бөліну қасиеттері бар өзінің. 2-ге бөліну үшін соңғы цифрлары 0, 2, 4, 6, 8 бен біту керек. 5-ге бөліну үшін соңғы цифры 0 мен 5 бен біту керек. 10-ға бөліну үшін соңғы цифры 0 мен біту керек. 4-ке бөліну үшін соңғы 2 саны 4-ке бөліну керек, или 0, 0 мен біту керек деген сияқты. Бір еске түсіріп шығайық. Сосын 3-ке и 9-ға 2 ұқсайды бір-біріне. Олардікі қандай? Мысалы 3-тікін айтайық. 510 неше болсын? 3 болсын. Бұл 3-ке бөлінеді. Не үшін? Өйткені олардың цифрларын қосқан кезде 6, 9. 9 3-ке бөлінеді, сол үшін ол сан 3-ке бөлінеді деген сөз. Тура 9-дікі де дәл сондай. Мысалы 1504 деген, 4 деген сан ол 9-ға бөлінбейді. Не үшін? Өйткені цифрларын қосқан кезде 10 болып тұр. Ол 10 9-ға бөлінбейді, значит мына сан 9-ға бөлінбейді деген сөз. Тағы да мысалы қандай? 9315 болсын мысалы. Бұларды қосқан кезде 9, 3, 1, 5 қосқан кезде неше болады? 18 болады. Значит 18 бөлінеді, значит мына сан тоже 9-ға бөлінеді деген сөз. 3 пен 9 сондай. Цифрларын қосасың, 3-ке бөліну үшін 3-ке бөліп қарайсың, 9-ға бөліну үшін 9-ға бөліп қарайсың. Екеуі бір-біріне ұқсайды. Енді мына есеп шығарайық. Мына жердегі бүкіл цифрларын қосқан кезде мына жердің орнына x деп алып отырмын. 0, 1. Так, 23 қосу x шығады. Значит, x-ның орнына қандай сан қойған кезде мына жердегі сан 9-ға бөлінетінін табу керек. Ол 4-та 23-ке 4-ті қосқан кезде 27 ғой. Ол 3-ке 9-ға бөлінеді ғой. Значит, мына сан 9-ға бөліну үшін x-ның орнына 4-ті қою керекпіз. Калькулятормен тексеріп қарасыңдар ғой. Просто мынандай үлкен санды 9-ға бөліп отырсаңдар ұзақ уақыт алады. Бізде каждый есепке 1,5 минут қой, былай орташа есеп алғанда. Сол үшін уақытты максимально үнемдеу керек. Так, теңдеудің түбірлерінің көбейтіндісін табыңыз дейді. Шығару керек мынаны. Тоже қатты қиын емес. Мынаны шығарған кезде 7,2 болады. Бөлу модульдағы 2x. Өйткені модульдан плюс бұл шығады дейді, да? 0,9-ға тең. Енді мына бірінші бөлуде бірінші тұраншы санды жіберетін болсақ, ол ана жаққа барады да бөледі оны, да, ананы. Астына жазуға да болады, или жанына да жазуға болады. Екеуін бөлген кезде 8-ге тең. Мына жерде пропорциямен шығаруға болады. X қалдырып ше. Так, 8-ге болады, сосын екі жаққа бөлген кезде 2x тең 8-ге, 2x тең минус 8-ге болады. X тең 4-ке, x тең минус 4-ке деген екі жауап шығады. Мына бірінші жауап, мына екінші жауап. Екеуінің көбейтіндісін тап деп тұр. Сонда бізде жауап минус 16 болады. Осылай шығаруға болады, Қатты қиын емес, енді көбісіне шыққан шығар. Төртінші есеп бізде қатынас. Просто қатынасты там 2 бөлікке деп бергенде, негізі былай да жазуға болады оны. Деп те жазуға болады. То есть 2 бөлік, каждый бөліктің салмағын білмейсіңдер, сонда каждый бөліктің салмағын x деп аламыз. Сонда 2x қосу 2x қосу 5x ол бізде коктейльдің салмағы общий 360 грамм болу керек дейді. Сонда мыналарды қосқан кезде 9x тең 360 грамм, x тең 40 грамм. Значит, бір бөліктің салмағы 40 грамм. Енді бізге балмұздақ, қанша балмұздақ қосылу керек деп тұр, онда 5 бөлік бар. 5-ті 40-қа көбейткенде, сонда 200 грамм балмұздақ қосылу керек. Жауап та болады. Келесі. Бұндай есептер оңай. Бөлуде беріліп тұрса, a бөлу b тең 3-тен 7, 8 деп жазып аламыз, өсіп келтіріп аламыз бұрыс бөлшекке. Содан кейін біз a-ның орнына 8-ді, b-ның орнына 3-ті қойсақ болады. Негізі бірақ a мен b оларға тең деген сөз емес. Бірақ осындай бір шарт берсе, мынандай бір шарт берсе, сосын бір есеп беріп тұрса, бізге мына шарт орындалып тұрса бұл жеткілікті. A-ның орнына 8, B-ның орнына 3 қойсақ, шарт орындалып тұрады, ол дұрыс қой бізге. Соларды қойсақ болады. 8 азайту 3 бөлінген 3. Значит, 3-тен 5 деген сөз, ол бізде 1,3-тен 2 значит, с болады деген сөз.
түсіндір ғой, мына жерде аның орнына басқа да сындар қоюға болады. 16 мен 6 қоюға да болады. Өйткені қысқартқан кезде бәрібір қайтадан 3-тен 8 шығады. Соларды қойсаңдар да бәрібір 1/3-тен 2 шығады деген сөз жауабы. 6-шы есеп. Тортты 8 тең бөлікке бөлді. Осы 8 бөліктің 5-еуін тағы да 2-ге бөлді. То есть тортты 8 бөлікке бөлсе, каждый бөлігі 8-ден 1 бөлігін береді, да? То есть торттыр, соны былай 8-ге бөлсең, мынау 8-ден 1, 8-ден 1 деген сияқты әрқайсысы 8-ден 1 бөліктен. Сондайдың негізі басында 8 бар еді, бірақ 5-еуін тағы да бөліп тастайды, сонда 3-еуі қалады ондайдың. Ал қалған 8-ден 1-ді, қалғандарын тағы ортасынан бөлген. Значит, олар 8-ден 1-ді 2-ге бөлсең, әрқайсысы 16-дан 1 бөлігін береді. Сонда кішкентай бөліктері 16-дан 1 бөлігін береді. Сонда 16-дан 1 бөліктің бізде 10 штук болады. Потому что 5 торттың каждый 2-ге бөлсең, сонда 10 штук шығады енді. Сонда бізде осындай 3 үлкен кусок бар, 10 кішкентай кусок бар бізде. Түсінікті ғой, енді әрқайсысын азайтып отырамыз. Мысалы, Руслан дейді 1 үлкен 2 кішіден алды. Значит, мына 1-еуі кетіп қалды, 2-еуі қалды, мынадан 2-еуін алды, 8 қалады, да? 2-еуін алып кетті, ана 8 қалады. Самат 1 үлкен 1 кішісін алып тастады. Мынадан 1-еуі қалады, мынадан 7-еуі қалады. Арман 4 кіші бөлік дейді, мынадан 3-еуі қалады. Сонда Жанат қалған бөліктердің бәрін алды дейді. Сонда үлкеннен 1-еуі қалды, 8-ден 1 ғой енді. Кішісіне 16-дан 1-ді 3-ге өтсең, 16-дан 3 кусогы қалды, 16-дан 3 бөлік алды. Екеуін қосасын, сонда 2 бергенде 16-дан 5 бөлігін Жанат алды деген сөз. Негізі әртүрлі шығаруға болады. Сендер может басқаша шығарған болыңыздар. Бірнеше түрлі версиясы бар. 5-ші есеп оңай. Мына жақта просто пропорция жасау керек. 5-еуі 210 минутта тазалайды. 7-еуі қанша минутта тазалайды. Пропорция жасаған кезде ұмытпау керек, ол тура ма кері ме екенін тексеру керек. 5 мен 7-ні салыстырған кезде 7 үлкен. 210 мен x-ның қайсысы үлкен болады? 5-еуімен тазалаған кезде олар ұзағырақ жұмыс жасайды. 7-еуімен тазалаған кезде олар тез жұмыс жасайды, аз уақытта бітіреді. Сол үшін мына 5-еуімен тазалаған уақыт көбірек болады деңіз. Егер нүктелер екі жақта тұрса, бір линияда емес, мысалы, былай бір линияда емес, екі жерде тұрса, мына сияқты былайнан, да? Онда ол бізде кері пропорция болады. Оның өздерінде білесіңдер. Так, енді ол кері пропорция болса, тіке көйтеміз. 5 пен 210-ды көйтеміз. 7-ге бөлсек, x-тің жауабы шығады. 30, сонда бізде 150 минутта тазалайды деген сөз. Так, ойбай. Қазір қалған келесте.